Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Қоңыраулы қала. Бедокурдың серігі спорт. Қытығым келді. Тиіспеші. Мәсаған. Сымбаты, сүйкімді. Қай жағынан қарасаң да керемет. Бүгін немен шұғылдансам екен? Апайя, түскі пошта. Жақсы ой екен. Спорт, қозы қарынға пайдалы. Қалай болғанда да іске сәт. Болтым, қалай айтсам екен, іш пыстырады екен. Бұдан көрі ширағырақ іс болса. Кроссовки. Тура таптым. Ойлап таптым. Жүгірем. Маған керек осы тамаша. Бір, екі. Манюняға спорттың пайдасы туралы айтып берейінші. Қара басыңның қамын ғана ойлаған болмайды. О. Қайырлы таң, Манюня. Қайырлы таң. Қайырлы күн. Таңғасымды ішіп болған соң ғана қайырлы күн деп айталам. Солай ма, Аусти, кел. Неге жүгіре бересің? Алақай. Көріп тұрғаныңдай, мен спортпен айналысып жатырмын. Доғар енді. Қайда шығып алдың? Бері кел. Айттым ғой, мен спортпен айналысып жатырмын. Саған да айтар ақылым спортты қолға ал. Олай болса тамаша. Айнасқан кәсібімен айналса бер. Тек бұдан басқа жерде. Манюнь, сенде тосап бар ма? Тосап керек өзім. Кешір. Тосаппен дәмдірек болатын шығар деп едім. Қазір алып берем. Аяқпен үстелдің үстіне шығып алған нес. Бәлішауда. Мұның не? Саған жаңғақ шашылды. Қазір қызып атыр. Мен артына тығылам. Қане, қойдан қаста. Жанымызды орамалға түйдік ау. Тамақтың артынан шетін сусын, компот, киселі, тарқын беретін шығар деп едім. Жаман емес, тегізіп жатырмын. Қайты ол менің ығымда болды. Оның кесірінен тіл қатпай кете жазатып қой. Бір, екі. Не болды сонша? Сәлем, Панкрат. Саған бір шаруамен келіп едім. Ал, амансың ба? Сен ең ақылды жан емессің бе, Иә. Мұнан айтшы, жүгіру шынымен де пайдалы ма? Иә, пайдасы зор. Спорт күш береді. Міне, көз жеткізем десең. Жұлдыздар қайда? Көкте. Қысқасы, спорттың пайдасы зор. Өзің неге жүгірмейсің? Кәмпит. Мен ақыл ойды жетілдірем. Ол да пайдалы. Қайдан ғана тауып аласың. Оны неге жасырасың? Менің оқулықтарым. Роман, сөздік, химия, физика, биология. Ай, арқамай.
Бедокур сілкініс болып жатыр. Тригонометрия. Тағы бір кітап. Көмектес, ұстап ал мені, құтқар мені. Ұшып келем. Қане, міне, ұшып келем. Ау, Жоғал. мәссаған. Кітап. Шынында да жаттықтырады екен. О, Бір, екі, бір, екі, бір, екі, бір, екі. Бе. Компьютер қантырын. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Ай. Қиындық туындады. Атшы! Сәлем, Ваня. Сенде не қызық болып жатыр? Сәлем. О, мәссаған жаңа заттар пайда болыпты ғой. Мынау не сонда? Мынау не? Түктемес, ол жай әншейін. Ол Түктеме жайын жейін дейсің бе? Бір көргі бола ма сонда? жоқ болмайды. Бедокур болмайды. Болмайды. Қой деген соң қой. Мен үшін бұл өте маңызды үлгі молекулярлы. Өтінем. Ай, жарайды. Тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Өде. Мәссаған, ғажап қой. Әлбетте, бұл теңде шоқ туынды жаңартылған Jingle City ұшықты сешкін Ертек. Эргономикалық үлгіде жасалған. Жинағанда өте ыңғайлы, ұзақ уақыт пайдалануға болады. Ең бастысы өте сапалы. Шеттік беркілер конструкцияны жоқ. Олай бұл мүмкін емес. Бұл мәселені мен қазір шешемін. Маған қарай домалатпа, сабыр ет. Жүгіріктер. Ашуыңды сол сәтте басат. Бұл табылған ақыл екен. Бұл ең керемет пьеса болады. Ханзада мен ханшайым. Солай емес пе, Федин? Әтең, ешкімді құтқарудың қажеті жоқ. Аяғыма жұқпай кетті. Қашықтыққа жүгіретін жаңа рөл табыла ма? Кімге дейсің? Дәл таптым. Жерік сері. Ең мықты рөл. саған мына түс мүлдем жараспайды. Әй, сендер не түсіңші едіңдер. Қазір сендерге бәрін көрсетіп берем. Бар болу немесе бордай тосыл. Декорация. Көп саған консерт айттым. Бүгін не болып кетті? Бастарыңда бәлеңдер. Көмектесіңдер! Фрося, Қайтадан жеңілдім. мен сені құтқарам. Сен Сені... құтқара бер. Мен жолынан қалмайын. Пьесаның нұсқасы әлде қайда қызықты. Қазір көмектесем. Көмектесіңдер! Шыдай тұр, келе жатырмын. Фрося! Иә, Қойылымның құтқарып алатын жері осы. бәрекелді. Айттым ғой. Котя, әй, Котя. Не болды? Осы сен неге жүгірмейсің? Жұмысым көп, еріккенің ермегіне уақытым жоқ. Өзің жазып едің ғой, спорт деген серігіңде. Ау! Мәселе осында екен ғой. Жайыншин бір мақала жазу керек болды. Содан алдым да спорт туралы жаза салдым. Солай да етуге бола ма екен? Мен шынымен сеніп жүрсем, сонда бәрі бекер ме? Күш қуатың сарпылғанша, алақаның терлегенше, аяғың қажалғанша жаттығудың қажеті жоқ па еді сонда? Сен мені түсініп тұрған жоқсың. Спорттың пайдасы зор. Бірақ менің уақытым жоқ. Жазуым керек, жазатын дүнием көп. Не деген ақыл? Ешнәрсеге тиіспе. Не газетінде? Қоратын ба? Кіммен? Не білдірдің? Қане топта. Өтінем сенен жоқ. Уайымдамансырып жатырмын. Асықпа. Кадрдың сыртына шығып кетте. Маған торта қалдыңдаршы. Кешіріңдерші мені. Бұдан бұлай тентек болмайым. Спорт деген сөзді аузыма да алмайым. Бедокур атымен ант етем. О не деген, спорт деген керемет. Ғажап, тамаша. Нағыз ерлік. Ең бастысы сахнаға пайдасы зор. Солай ма?
зақымданып қалу ғажап емес. Не істемес болып тұрғандарыңды білмеймін. Бұл менің жаңа құрылғымның кілті алқаншалық. Қойшы енді. Ең басы Бедокур спорттың қаншалықты қызықты екенін көрсетті. Иә, оны мен көрсеттім. Достар, меніңше Бедокурдан тәп-тәуір жаттықтырушы шығады. Панкратжан, жарайсың. Мен спорттың жаңа түрін ойлап таптым. Қандай? Сендерден. Қысқасы сендерді жаттықтырып жүргенімді. Қоңыраулы қала. Бас аспаз. Сәлем, Маня. Мына керемет есім орнымды жарып барады. Маған тездет дәмді ас берші, жылдан болсаңшы, қане. Қайда асық барасың? Бір мәселені тездеп шешуім керек. Панкрат болса маған әлгі не дейді, қалай еді? Қысқасы, дәмді тамақ жеген соң жақсы ой келеді. Иә, солай. Иә. Содан не туралы ойланбақсың? Мынау не? Балықтың тұзығы әзірше дайын болған жоқ. Айтпақшы, дәмін көр деп сені ешкім шақырған жоқ. Бәріне бұрын тәртіп болу керек. Тәртіп болмаса ше, сонда қайтесің? Ондай жағдайда бір шара бар. Оқтым, түсінікті. Жарайды, сенен аяғанды ичесің. Рахмет, не деген ақ көңіл едің. Манюня, маған кәмпит берсең, міндетті түрде сенімен бөлсемін. Кәмпит бермесем ше? Онда бөлсетін түк те болмайды. Түсінікті. Сонымен не туралы ойланам деп жатыр едің? Енді ойлана бастадым. Немен айналсам екен, жалығып кеттім бәріне. Өзіңе бір жұмыс тап. Мәселен мен жұмыс істеймін, сондықтан жалығып ерігетін уақытым жоқ. О, дұрыс айтасың. Мен саған көмектесейін. Иә, көмектесейін. Мұның не? Сенің барынан жоғың артық. Білдіргенді ғана білесің. Не деген керемет. Ұлпақар жауып тұрғандай. Керемет дейді. Бедокур, бұрынғы әдетіңді бастадың. Тап қазір түшпараның ішіндегі салмасыдай болып жатырсың. Үсті басың ұн. Дәл солай, тура тапты. Мен жан біткен сөйлейтін түшпарамын. Тыңдашы, маған бір ой келді. Мені тоңазытқышқа отырғызшы. Үйіңе мейман келсе, тоңазытқышты ашып, бұл не дейсің? Сонда мен секіріп шығамын. Тапқан екенсің, сен тоңазытқышқа жақындатсың. Бітті, аш қалдық дей бер. Бәрін жемей, өтірік айтсам Бедокур атын өшсін. Бәрін жесем қарным жарылады ғой. Сен шамаңды білмейді екенсің. Жақсы тамақ қалғанша жаман қарын жарылсын дегендей. Бәрін жалмап кетесің. Мынауын табылған ақыл екен. Суық ақыл ойды жақсы сергітеді дейді. Бірақ біреулердің сергітетіне ақыл ой аздау. Суықтан тіпті ойлана алмай қалар. Сәлем, Анюня. Сәлем, Котя. Мынау не? Бірінде өзі? Мынау шамалдық қой. Бедокур біраз тоңазытқышта отырам деп шешті. Несі бар? Мен аздап үйді жинастырып үлгердім. Қой үсі текен десем, қыша болып шықты ғой. Қышаны көрінетін жерге қоям екен. Қозы қарныма оба болды. Қышан кішімді удай аштып жіберді. Олай болса рұқсатсыз еш нәрсеге тиіспе. Қайдағы қой сүт, қайдағы қышан айт кеттіңдер. Манюне сұхбат алып суретке түсірем деп едім ғой. Ұмыттың ба? Ертең газеттің бірінші бетіне Манюне қаламыздың бас аспазшысы деп басып шығарамыз. Бәлішті қайтемін. Сонда сөз қылып, оны кез келген жан әзірлей алады ғой. Мәселен, мен әзірлей алам. Дұрыс айтады. Жүрші енді өтінемін. Жүрші. Жарайды. Қағазда жазылғанда ірімшік пен пияз қосылған бәліш жасайсың. Міне, мұнда жазылған. Мұқият бол, шатастырып алма. Айтсам болды, мені білесің ғой. Білген соң ескертіп жатырмын. Мен аспазбын, ұлы аспазбын. Ас бөлменің иесі, қазан ошақтың билеушісі, ыдыс-аяқтың патшасы, бас аспаз Бедокурмын дәл солай. Не істеу керек еді? Қамыр илеу. Иә, солда сөз болып па? Оп-оңай, міне. Жібер, босат. Солай ма? Қапсені ме? Көрсетейін саған. Ас әзірлеу деген оңай шаруа емес екен.
тамақты Манюняның өзі әзірлесін. Мен қолымнан келетін іспен айналысайын. Аяз би, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп бекер айтпаған екен. Жазамыз. Неден бастарымды да білмеймін. Оқырмандарымыз басаспаздың басты ережелерін білгісі келеді. Басаспаз немі бәрін бақылап тұру керек. Сәлем, Манюнь. Өй, сен Манюня емессің ғой. Не болды? Ол маған аманат етіп кеткен. Көрдің бе? Бәліш әзірлеп жатырмын. Әзірлей аласың ба? Манюня маған бәліш әзірле деп сені тапсырып кетсе, демек әзірлей алам. Мәссаған, керемет қандай бәліш әзірлеп жатырсың? Көріп тұрған жоқсың ба? Ет қосқан бәліш. О, менің сүйіктасым. Көмектесейін бе? Манюня бұл шаруаны маған ғана сені тапсырып кетті. Дегенің болсын, көмектесе ғой. Алдымен тосаптың шаруасын бітірейін. Шама шарқыңды біл, соны ойдан шығарма. Аз нәрсені қанағат ет. Басаспас барынша сабырлы болуға тиіс. Басты ұстанымы сабырлылық пен сергектік. Ал, қалай? Болады. Мына түріңмен менің арқамда тамақ әзірлеуді үйреніп кетесің. Енді пешке саламын. Жоқ. Өзім салам, Панкратжан. Сен бара бер. 1 сағаттан соң кел. Дәмін қашан көреді? Манюня қайда? Котяға сұхбат беріп отыр. Маған бәліш пісіруді сеніп тапсырып кетті. Көрдің бе? Көмектесесің бе? Әрине. Олай болса кел, үстелдің үстінде әзірлеу әдісі бар. Тағы бір айта кететін жайт, азық-түлікті турау әдісі. Ол зергерлік өнермен пара-пар. Сәбізді жіптей, орам жапырақты шашақтай етіп, жіңішке етіп турау керек. Ас бөлмесі айнадай жарқырап, таза болуға тиіс. Біздің кәсібімізде ең басты нәрсе ұқыптылық. Мұқият болып, азық-түліктің ең дәуірін таңдау керек. Ең бастысы, салауатты өмір салтын ұстану керек. Қант, кәмпит, шоколад аздап қосу керек. Нағыз аспаз оны ойдан шығармайды. Пешке салатын уақыт болды ау деймін. Пешті тағы ыстайын. Тездетіп піссін. Қане көрейік. Я. Әлі ұзақ па? Түсірдік. Көптен көп рахмет саған, Манюнь. Жақсы болды, тезірек қайтуым керек. Әлденеге алаңдап мазам болмай тұр. Бәлеш. Алаңдап тұрғанды қараш. Көрдің бе, бәрі ойдағыдай. Бедокур айтса, сөзінде тұрады. Не қосып әзірледің? Ет қосылған. Жоға, алма қосқан, орам жапырақты қосқан сияқты. Шоколадта қосыпты. Мәссаған бәрін қоса салғансың ба? Несі бар? Бөлек-бөлек бәліш әзірлеп жүргеннен гөрі біреуін жасай салдым. Біле білсең, бұл бәліштің әзірлеу әдісін мен ғана білем. Бас аспаз, бедокурдың әдісі. Бірінші кім тәмін көреді? Менің бір тірі шаруам бар екен ғой, ұмытып барады екен. Мен үйдегі электрарын өшірмей кеттім. Негізі аш емеспін, рас айтам. Ақыры бәрі тоқ екен. Дәмді бәліш әзірлейтін уақытым бар екен. Маған көмектесем дейтіндерің бар ма? Мен данышпанмын. Дәмдісін ай. Не деген дәмді ас. Манюня, еңбектенгенім үшін маған сый сияпат бересің ғой. Сый сияпатты алдың ғой. Иә, бедокурдың ас әзірлеуде құпиясыры болған бәрімізге де жақсы болды. Аш қалсаң қалатын шығарсың, бірақ ішің пысып жалықпайсың. Ол рас. Жарықты кім өшірді? Ей, бас аспас болған түрінен болайын.